Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Бүгін біздің Python тілі бойынша онлайн курстың алғашқы сабағы программаны орнату. Алдымен браузерге кіріп, python.org сайтына кіріп, программаны жүктеп аламыз. Ол үшін Download Windows Python 3.9-да бірінші версиясын үстіне басқаннан кейін ол автоматты түрде жүктеледі. Компьютерімізге сақтап аламыз. Сақтап алғаннан кейін жүктелді. Менде қазір Python бағдарламасы қондырылып тұр. Сол себепті негізгі кәдімгі бағдарламаны қондырғандай ешқандай қиындық туындамайды. Тек бір ғана ескеретін нәрсе, ол бағдарламаны қондырар алдында бізде мынадай терезеде астыңғы Python to pass деген неде болғанда галочка қойып кетеміз. Себебі бұл жерде Python бағдарламасы қосымша көптеген функциялар, жаңағы библиотекалар бар. Сондықтан бұның барлығы қондырылуы міндетті. Енді бағдарламамызды қондырып болғаннан кейін дұрыс жұмыс жасап тұр ма, оны анықтау мақсатында мына жерде поискте командная строка, яғни MSMD деп жазып, осы жерде командная строка деп шығып тұрады. Соның тышқанның оң жақ батырмасын запустить от имени администратора деп басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде мындай обработчик команд Windows дейінде да бассаңыздар, мындай администратор строка команда шығады. Енді осы жерге Python деп жазасыздар. Python деп жазғаннан кейін сіздер кішкене 1-2 секундтан кейін осындай Pythonның жұмыс жасап тұр ма? Иә, мына жерде барлығы ешқандай ошибкасы жұмыс жасау керек. Сондықтан мындай шығады. Бұл енді тексеру мақсатында. Жақсы. Енді біз жалпы Python бағдарламасын не үшін үйренуіміз керек? Қазіргі таңда бүкіл әлемдік ең жеңіл және де ауқымды көптеген мүмкіндіктері бар бағдарлама. Енді бұл жерде айтады кететін нәрсе, алдарыңызда көріп отырғандай, Python бағдарламасы көптеген компанияларда Python бағдарламасымен жұмыс жасайды. Мысалға айтатын болсақ, ірі компаниялардың бірі Netflix, сериал ұсынатын сервисі басынан аяқ Python тілінде жазылған екен. YouTube, біз білетін Instagram, Facebook, бұлар да Python тілінде жазылған. Ғылыми зерттеу жасау, NASA осы тілдегі жобалармен жұмыс істейді екен. Walt Disney анимациялық сценарий тілінде, Python тілінде жазылған. Google-дің өзінде де іздеу жүйесі Python-ды кеңінен қолданылады. Сондай Amazon, Pixar, Spotify, Mail.ru, Яндекс, Yahoo, Facebook, Dropbox, басқа да компаниялар осы Python тілінде жұмыс істейді екен. Қазіргі өздеріңізде нарықты зерттеп қарасаңыздар, IT маманы бойынша көбіне сұранысқа ие. Сол Python тілін білуге алдыңғы бір негізгі міндет қылып оларға да қазір енгізілген, байқасаңыздар. Енді біздің алғашқы сабағымыз осы программаны орнатып және де тарихымен танысу болатын. Енді Python тарихына үңілетін болсақ, 1991 жылы Гвидо ван Рассума Python негізін қалаған және қазіргі таңда әлемдік бағдарламалы тіліне кеңінен тараған. Негізгі 2008 жылы 3 желтоқсанында Pythonның осындай нұсқалар шыққан. Содан кейін 2020-да сәуірінде Pythonның екінші версиясы толығымен тоқтатылды.
осындай алғашқы сабағымыздың ақпараты осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.